Бұл кісілер жаңағы өздеріңіз көрген екі ұстаз, Ферубай аға менен Бақыт аға, 61 жылы мен 5 классқа оқуға келгенде Гурьевтің педагогический институтын бітіріп, екеуі оқытушы болып, Қызаскердегі 7 жылдық мектепке оқытушы болып кетті. Біз онда 5 класстың оқушысымыз. Сол жылдан бастап мен мектеп бітіріп кеткенше Ферубай аға біздің класс жетекшіміз болды. 5 жыл менің класс жетекшім болды. Бұл адамдардың келуіменен, жалпы сол уақыттағы біздің мектептегі ұстаздардың келуіменен, жаңағы кісілердің өмірден өтіп кеткендері бар, Сам өңіріне мәдениет, өркениет, спорт, жаңалық, соның барлығы осылардың келуімен келді деп толық айтуға негіз бар. Және оны менің басқа да қатарларым сол уақытта сол мектепте бірге оқыған, бұрын бітіріп кеткен, бізден кейін бітірген азаматтардың барлығы да оны қуаттап айталады. Ферубай ағаның бір қасиеті, ол кісі негізі математикадан, алгебрадан, геометриядан сабақ берді бізге. Біз Сам орта мектебін бірінші бітірушілеріміз. 1967 жылы Сам орта мектебі 66 жылы ашылып, 67 жылы біздер Сам орта мектебін бірінші бітірушілер, сол мектептен түлеп ұшқан бірінші алғашқы қарлығаштарымыз. Мектепке тек қана ол жаңағы айтылған фәндерден сабақ бергеннен басқа, бұл кісі спортпен айналысты. Спортпен айналысқанда мен тіпті айтар едім, менің сөзімді растайтындар көп болатын шығар. Жалпы Маңғыстау өңіріне тек қана Самға емес, спорттың негізін қалаған осы кісі деп айтуға толық негіз бар және болады. Бұрын біздің жерімізде болмаған, әдетте жаңағы екі бас киімімізді екі бұрышқа қойып, доп тебетін, волейбол ойнайтын, тас лақтыратын, жүгіретін, секіретін, орлық сірә барлық жердегі тән спорттың түрлері біздің жерімізде дамымаған, біз бұрын тіпті білмеген баскетбол, қол добы, диск лақтыру, гранат лақтыру деген сияқты спорттың барлық түрлерін енгізген осы кісі. Ол уақытта әдетте қыз балалар спорт сабақтарында көп қатыспайды. Алғашқы мектепке келгеннен бастап бұлдырап дейтін қара мата болады. Мына сәтеннің бір жұмсақтау түрі, сол матадан шарабар тіктіртіп, қыз балдарды спортқа баулытты. Биіктікке секіртті, ұзындыққа секіртті, жүгіртті, сондай доп ойнатты, сондай спорттың әртүрлі түрлеріне қатынастырды. Көп мәселелерді айтуға болады. Ол енді мен шәкірті есебінде бұл кісілерді күні бүгінге дейін пір тұтамын, сыйлаймын. Біз аға дейміз, ағай дейміз. Жаңа өздеріңіз көрген, ол кісілердің берген тәлімі, ол кісілердің берген тәрбиесі, ол кісілердің айтқан ақылдары күні бүгінге дейін біздің есімізде. Соны осы уақытқа дейін біз азық қылып келе жатырмыз деуге толық болады. Мен оны толық айта аламын. Сонымен бірге Ферубай ағаның ол уақытта мына ауылдық жерлерде жарық дейтін болмайды, свет дейтін болмайды. Қызаскердің басында келген сол уақыттан бастап, одан кейін Тошқа біз барғаннан кейін интернатқа, мектепке соқаларды шаншып, столбыны, сонымен сым жүргізіп, әуелгі уақытта бірінші анау су құйып жасайтын L6 дейтін движок болды мотор. Соныменен одан кейін U2 деген мотор болды. Сол мотор арқылы соны қыздырып, мектепке, интернатқа жарық берді. Мені бұл кісі бір Исабай деген құрдасым болды, ол дүниядан өтіп кетті. Сол екеумізді осы мотор қыздыруға өзімен бірге алып жүріп баулыды. Соны бізге көрсетті. Айта берсе, бұл кісілердің қай-қайсы жөнінде де тек қана Ферубай аға емес, басқа да біздің өмірден өтіп кеткен ұстаздарымыз, олар жөнінде көп мәселені айтуға болады. Бұлардың жаңа да басында қайталап айттым, өнер дегенде жаңағы отырған екеуі де, анау отырған екі апайларды, бұлар Қозы Көрпеш Баян Сұлуды, Қобыландыны, Еңлік Кебекті сол уақытта өздері мектепте дайындалып жүріп, соны қойып, кішкентай ғана колхоздың бір газик машинасыменен қыстыгүнгі көктемгі каникулға шыққанда мал ауылдарды аралап жүріп соларды қоятын еді. Жаңа Бақыт ағайлар Әбіш Шұғаның белгісіндегі Әбіш болып тұрып еңірегенде отырған адам түгел жылап отыратын.
Мен бала болсам да оның бәрін көрдім, оның барлығын көріп өстім. Осындай жағдайлар әлде де көп айта беруге болады. Ұстаз дейтін әр уақытта да ұстаздың мектепте біз оқып жүргенде, мен сосын тағы бір айта кететін жағдай, 9 майда біз 10 класс оқып жүргенде есімде концерттік программа шығару керек болды. Ол уақытта мына отан соғысы аяқталғаннан кейінгі соғысқа қатысқан көптеген ауылда үлкен кісілер болды. Сонда біз класс болып, осы Пербай ағайдың ұйымдастыруыменен Бухенвальский набат дейтін өлеңді айтқанбыз. Мен сол өлеңді айттым. Біз класс болып тұрып сол өлеңді айттық. Ал олардың барлығын, олар қайдан үйреніп келді, қалай үйретті бізге, алдында көріп тұрған телевизор жоқ. Күнде көп болса бір радио тыңдайтын шығар, газет оқитын шығар, күнделікті болған жаңалықтарды ол уақытта болып атады, футболдан жарыстары болып атады. Біздің естімеген бұрынғы мына үлкен футболистерді, шахматистерді, жаңа отырған кісінің екеуі де шахмат ойнайды. Сонда әлемдік чемпионат жарысы болады шахматтан. Ботвинник, Петросян, Корчной, Спасский деген сол уақыттағы Союздың атақты шахматистері болды. Солардың ойындарын бүгін Спасский менен Петросян ойнады, бүгін Петросян мен Ботвинник ойнады. Екеуі тең түсті. Анау ұтты, мынау ұтылды. Күнде сабаққа келгенде осы жаңалықтардың бізге айтып тұратын. Біз ол кісілерді әр уақытта да ұмытпаймыз, құрметтейміз, қадірлейміз. Ұстаз әр уақытта да ұстаз болып қала береді.